Жұмыстағы затты үйге тасыма деген нақыл сөздің астарында терең мағына жатыр. Бұл сөз тек белгілі бір затты бір жерден екінші жерге апармауды ғана емес, сонымен бірге адалдықты, жауапкершілікті, еңбекке деген құрметті және адамгершілік қасиеттерді насихаттайды. Қоғамда әр адамның өзіне жүктелген міндеті мен жауапкершілігі бар. Сол міндетті адал атқару әрбір азаматтың парызы. Жұмыс орнындағы мүлік жеке адамның емес, ұжымның немесе мекеменің ортақ игілігі. Сондықтан оны рұқсатсыз үйге алып кету дұрыс әрекет болып саналмайды. Адам еңбек еткен жерде әртүрлі құрал-жабдықтар, кеңсе заттары, техника, шикізат немесе басқа да материалдық құндылықтар болады. Бұл заттардың барлығы белгілі бір мақсатқа қызмет етеді. Олар жұмыстың сапалы әрі уақытылы орындалуына қажет. Егер әрбір қызметкер жұмыс орындағы заттарды өз қажетіне пайдаланып немесе үйіне тасып кетсе, мекеменің жұмысына зиян келеді. Бір қарағанда ұсақ-түйек болып көрінетін әрекеттер уақыт өте келе үлкен шығынға айналуы мүмкін. Адалдық адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі. Адал адам өзіне сеніп тапсырылған дүниеге ұқыптылықпен қарайды. Ол өзіне тиесілі емес затқа қол сұқпайды және біреудің еңбегімен келген дүниені заңсыз пайдаланбайды. Жұмыстағы затты үйге тасымау осы адалдық қағидасының нақты көрінісі. Мұндай ұстанымды берік ұстанған адам әрдайым айналасындағылардың сеніміне ие болады. Еңбек мәдениеті де осы мәселемен тығыз байланысты. Әрбір қызметкер жұмыс орнының тәртібін сақтап, ішкі ережелерге бағынуы тиіс. Жұмысқа арналған заттар тек қызметтік мақсатта қолданылуы керек. Бұл ұйымның жұмысын тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар әрбір адамның кәсіби беделін арттырады. Ұжымда бір-біріне деген сенім қалыптасады. Қазіргі заманда көптеген мекемелерде компьютерлер, кеңсе қағаздары, принтерлер, құрал-саймандар және басқа да материалдық ресурстар пайдаланылады. Кейбір адамдар осындай заттарды ұсақ нәрсе деп ойлап үйіне алып кетуге бейім болады. Бірақ мұндай әрекет дұрыс емес. Өйткені кез келген заттың құны бар. Ол мекеменің қаржысына сатып алынған. Сондықтан оны жеке мақсатқа пайдалану ұйымға келтірілген зиян болып есептеледі. Адал еңбекпен табылған табыс әрқашан берекелі болады. Адам өз еңбегімен тапқан дүниесін қадірлейді. Ал өзіне тиесілі емес затты иемдену адамды жаман әдетке үйретуі мүмкін. Бүгін ұсақ затты алған адам ертең одан да қымбат дүниеге көз тігуі ықтимал. Сондықтан тәрбие кішкентай нәрседен басталады. Әр адам өз бойында адалдық пен жауапкершілікті қалыптастыруы қажет. Отбасындағы тәрбие де бұл мәселеде маңызды рөл атқарады. Балалар ата-анасының іс-әрекетіне қарап өседі. Егер ата-ана жұмыстан рұқсатсыз зат әкеліп, оны қалыпты жағдай ретінде көрсетсе, бала да мұны дұрыс деп қабылдауы мүмкін. Ал ата-ана әрдайым адалдықты үлгі етсе, бала да әділ әрі жауапты азамат болып қалыптасады. Қазақ халқы ежелден адалдықты жоғары бағалаған. Адал еңбек ардың ісі, ұрлық түбі қорлық деген мақалдар халықтың өмірлік тәжірибесінен туған. Бұл нақылдар адамдарды әділ болуға, өзгенің дүниесіне қол сұқпауға шақырады. Жұмыстағы затты үйге тасымау да осы ұлттық құндылықтардың жалғасы болып табылады. Қоғамның дамуы әр адамның адалдығына байланысты. Егер адамдар заңды сақтап, өз міндеттерін жауапкершілікпен орындаса, мемлекетте дамиды. Керісінше, әркім өз пайдасын ғана ойлап, ортақ мүлікке ұқыпсыз қараса, қоғамда сенім азаяды. Сондықтан ортақ игілікке қамқорлық жасау әр азаматтың міндеті. Жұмыс орнындағы тәртіп пен сенім ұжымдағы ынтымақтастықты нығайтады. Бір-біріне сенетін адамдар табысты жұмыс істейді. Басшылар қызметкерлеріне сенім артқанда жұмыс тиімділігі де артады. Ал сенімді жоғалту өте оңай, бірақ оны қайта қалпына келтіру қиын. Сол себепті әрбір қызметкер өз әрекетіне жауапкершілікпен қарауы тиіс. Жұмыстағы заттарды заңсыз пайдалану тек материалдық шығын ғана емес, адамның беделіне де нұқсан келтіреді. Бір рет сенімнен шыққан адамға қайтадан жауапты міндет жүктеу қиын болады. Сондықтан абыройды сақтау кез келген материалдық дүниеден маңызды. Жұмыстағы затты үйге тасымау тек ереже емес, өмірлік ұстаным.
Ол адамның мәдениетін, тәрбиесін, ар-ұятын және кәсіби жауапкершілігін көрсетеді. Адал еңбек еткен адам әрқашан құрметке ие болады. Оның еңбегі бағаланып, қоғамда орны нығая түседі. Қорытындылай келе, жұмыстағы затты үйге тасыма деген сөздің мәні өте терең. Бұл қағида адамдарды адалдыққа, жауапкершілікке, еңбекке құрметпен қарауға және ортақ мүлікті қорғауға тәрбиелейді. Әрбір адам осы ұстанымды өмірінде берік сақтаса, қоғамда әділдік, сенім және тәртіп орнығады. Адалдық кез келген жетістіктің негізі. Сондықтан жұмыстағы затты жеке мақсатқа пайдаланбай, ортақ игілікке ұқыптылықпен қарау әр азаматтың адамгершілік борышы.